Penguin Elementary 3 unit. Bizde bugün the body taqirib, adamның денесі. Денесінің аттары қалай? Әртүрлі мүшелерінің. Мысалы, мына жерде бізде сурет берілген, сол суреттерді табамыз. Arm деген қол, ол бізде 12-ші. Мына жерде. Так, мына жерде сурет көрсетті. Мынау бізде arm болады. Дальше back деген бізде спина, біреудің арқасы, ол бізде 3-ші болады. Дальше bottom деген біреудің көтені, жамбасы 2 болады. Ear деген бізде біреудің құлағы, ол бізде 5-ші болады. Мына жерде құлағын көрсетіп тұр. Дальше eye деген көз, біреудің көзі, ол бізде 8-ші болады. Foot деген біреудің аяғы, мына 15-ші болады. Мына жерде мына бөлігі адамның аяғы болады, 15. Foot деген жекеше түрі, бір штук. Егер аяқтар болса, онда feet болады. Hair деген шаш, бізде ол 6-ші болады. Дальше hand деген біреудің мына бөлігі. Полностью қол емес, мына жер қолдың мына жағы. Осы 13 болады. Hand. Дальше head деген біреудің басы. Ол бізде 7-ші болады. Жалпы адамның басы. Knee деген бізде тізе. Мына жер. Ол бізде 14-ші болады. Дальше leg деген бізде аяқтың, мына жері leg болады. Мынау foot болады, мынау leg болады. Бірінші. Дальше mouse деген біреудің аузы. Ол бізде 11 болады, 11. Жалпы ауызды көрсетіп отыр, 11. Дальше neck деген бізде мойын. Ол 4-ші болады. Nose деген мұрын. Бізде мына жерде 9-ші болып тұр. Сосын teeth деген бізде тістер. Ол бізде 10-ші болады. Teeth деген тістер деген сөз. Егер бір тіс болатын болса, онда tooth болады. Мынау жекеше түрі, teeth деген көпше түрі. Мына жерде foot деген бір аяқ, feet деген аяқтар деген. Все. 3-ші сабақ бітті.